Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздерге табиғат туралы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Табиғат бізді қоршаған әлем. Адам табиғатсыз, табиғат адамсыз болмайды. Табиғат пен адам екеуі егіз ұғым. Табиғаттың таза ауасы адам жанын жадыратып, көкірегіне қуаныш сезімін ұялатады. Табиғаттағы болып жатқан әр құбылыс Алланың бізге берген шексіз нығметтерінің біргейі. Табиғаттың өз әуені мен өз көрінісі бар. Жаздың әсем кештеріндегі самал желдің сыбызы, құстардың шырылдаған үні, шыбын масалардың ызыны, бұлақтардан сарқылдап ағып жатқан судың дауысы, кешкісі болатын күннің ғажап шұғылысы мен бәрі табиғаттың адам ойына келмейтін көрікті көрінісі. Табиғаттың бізге берер байлығы ұлан асыр. Жер астынан алынатын қазба байлықтарын айтпағанда, күнделікті ішіп жүрген мөлдір суымыз, тіпті жеп жүрген нанымыз бен тамақтарымыздың өзі табиғат ананың бізге берген игілігі. Табиғат адамзаттың тал бесігі. Солай бола тұра табиғатқа пайдадан гөрі зиян тигізетін адамдар өте көп. Далаға кішкентай қоқысты тастай отырып, біз табиғатқа зиян келтіреміз. Біз табиғатпен тығыз байланысты өмір сүреміз. Сондықтан табиғатқа зиян келтірмей, оны көркейтуге үлес қосуымыз керек. Бір тал кесен, 10 тал ек деп дана халқымыз айтқандай, табиғатты көркейту, оған зиян келтірмеу адамзат алдында тұрған ұлы міндет. Табиғат ана, жер ана, отан ана деген киелі сөздердегі ана деген сөздің қосылып айтылуында зор мән бар. Яғни бұл сөздер адамды дүниеге әкелуші әрі оған өмір сыйлап, өз перзентіндей аялы алақанымен аялап, жүректегі ең ыстық ықыласы арқылы бүкіл мейірім шапағатын арнайтын аяулы да ардақты ана деген ұғымды нақтылай түседі. Табиғат, жер ана, туған жер, атамекен, ауылым деген жанға жайлы сезімді сергітетін сөздер, бір-бірімен үнемі үндесіп, құлаққа жағымды естілетін, бір-бірімен мағыналас мазмұны бай сөздер. Табиғат көркемдігін ақ қағаз бетіне түсірген ақындарымыз оның құдіретін білген, сол өлең жолдарын болашақ ұрпаққа, яғни біздерге қалдырып отыр. Табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндеті. Үлкен-кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұту қажет. Оның бізге қаншалықты қажет екенін баршамызға мәлім. Достар, мен сіздерді табиғатты қорғауға шақырамын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, тағы да көптеген пайдалы ақпараттармен сіздерге бөлісемін. Сіздермен бірге болған Жансая.